Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай картошкадан котлет жасайтын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, комментария жазып, аз да болса осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай картошкаларымызды жақсылап, тазалап, ашып алып, осылай ұсақтап турайтын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай картошкамыздың үстіне су құйып, бір қасық тұзымызды салып, үстіп газге қоятын боламыз. 20 минутта Құда қаласа пісіп қалатын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай сухариді үстіне азырақ сырымызды осылай чөркіден өткізетін боламыз. Сыр қоспай қойсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады. Осылай чөркіден өткізіп, үстіне шашличный приправа қосып жіберсеңіздер болады. Соны араластырып, жақсылап араластырып қоямыз. Сухари мен аздау болды. Сол үшін қалғанды қоса салайын деп осылай қосып жібердім. 2 картошкадан жасасаңыздар болады. Мен үйде адам көп болғандықтан мен көбірек жасайын деп картошканы көп қылып ашып жасап жатырмын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай укроп петрушкамен майдалап, ұсақтап турап аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне картошкамыз пісті. Осыны жақсылап, майдалап ететін боламын. Асыз болғандықтан, ыстық болса да осылай майдалап жатырмын. Несі суытып етсеңіздер болады. Осының үстіне енді өздеріңіз көріп тұрғандай қоспаларын қосатын боламыз. Ұсақтап туралған укропымызды саламыз. Оның үстіне өздеріңіз көріп тұрғандай бір қасықтай паприка, қосамыз, бір қасықтай бұрыш қосамыз. Енді өзі картошкам көп болғандықтан мен көп қосып жатырмын. Енді шамалап 2 картошкаға одан аздау қосасыздар. Осыны жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне крахмал, картошка крахмал болса да болады, кукурузный крахмал болса да болады. Мен 3 қасықтай қостым. Енді осыны жақсылап араластыратын боламыз. Өте дәмі керемет болады. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Балалар сүйсініп жеп қояды. Осылай елеп жақсылап араластырып аламыз. Сосын осылай домалақтап өздеріңіз көріп тұрғандай
көріп тұрғандай осылай вилкамен істесеңіздер де болады, болмаса домалақтап котлет ұқсатып істесеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша осылай жасап жатырмын мен. Bir жұмыртқа керек болады, осылай араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, сухаримізге осылай аунатып алып, одан кейін жұмыртқаға салып қуыратын боламыз. Өте дәмі ерекше болып шықты. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса комментария жазып, лайк басып, тіркелмеген жағдайда тіркеліп кетіңіздер. Осындай қазақша рецепттердің дамуына, қазақша контенттердің дамуына аз да болса үлестеріңізді қосып, қолдап кетіңіздер. Сіздердің комментарияларыңыз, қолдауларыңыз өте маңызды. Майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Сүйтемізді оған котлеттерімізді жұмыртқаға батырып, осылай қуыратын боламыз. Өте дәмі ерекше болып шығады. Барлығын осылай қуыратын боламыз. Үстіп, екі бетін жақсылап қуырып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, котлеттеріміз пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып, аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.